Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Неге Ресейге бірден шабуылдар бермейді? Зеленский сұраған қанатты зымырандарды беріп, бірден Мәскеу жеріне жаңағы оқ атпайды дейді. Ол керісінше қазіргі орыс халқын барымталап отырған. Яғни 80 миллион орыс халқын барымталап, миларын улап, оларды импершілдікпенен, қампезерлікпен, шовинизммен ауыртып, сол орыс халқының өзін сорлатып, бүкіл дүниеге жек көрішті қылып, сол орыс халқының өзін жаңағы ашкедей жалаңаш ұстап, орыс халқын от қайдап отырған, мынау Ресейді жаулап алып отырған, Путинді өзек қылған, айналдырған 40-50 билеуші топтың, айналасына әбден санасы уланған орыстарды тіпті де топтастыра түседі. Ресей жеріне шабуыл жасалса, онда анау советтік 70 жыл, соңғы Путиндік соңғы 20-30 жылда әбден санасы уланған орыстарды қайтадан жаңағы тырнақша ішінде патриотизммен алдауға, қайтадан жаңағы Ресейді құтқаруға қарай оятып жіберуге орай туылады. Сондықтан Ресей жеріне шабуыл жасау оңай. Украинаға 2 ракета берсе жеткілікті, Мәскеудің төбесінен қойғалы тұр. Мәскеу ешқандай кеңістігі қорғалған қала емес. Неге? Ресейдің әуе кеңістік жүйесінің нашар екендігі Сириядағы соғыста дәлелденіп қойды. Сириядағы соғыста Ресейдің әуе кеңістігінен қорғаныс жүйесінің қаншалықты нашар екендігі, анау аталмыш Ескендірдің қаншалықты нашар екендігі, осы заманда қару-жарақ жүйесіне сай емес екендігі дәлелденіп қойды. Сондықтан бұл жерде Ресейге шабуыл жасау оңай, бірақ Ресейді күшейтіп алады, оятып алады. Шовинистердің қайтадан тас түйін болып, қайтадан екінші дүниежүзілік соғыстағы неміс фашистері сияқты, герман фашизмі сияқты қайтадан жаңағы жалаңаш немістерді жинап, фашизммен улап, бүкіл адамзатқа апат тудырған сол құбылыстың қайталануы мүмкін. Сондықтан орысты сол Украин жерінде батпақтан шығармай, бірде жеңіліп ұстап отыру, ол үлкен тактика. Әңгіменің түйіні осында тұр. Енді қызық жағдай. Өткендегі лекциямызда айттық. Қытай аяқ астынан түсінен шошып оянғандай болып, сыртқы істер министрін ауыстырды. Бұл Чинган деген бұрын Америкада бас елші болған Қытайдың елшісі, Қытайдың сыртқы істері болып шыға келді. Соңғы лекциямызда оның Вашингтон постта мақала жариялағанын айтқанбыз. Онда қайтадан Америка мен Қытайды жарыстыруды көздейді. Және ар жағында қытайлық астамдық тұр. Америка-Қытай қатынасының оң бағытта дамуы бүкіл планетаның орнықтылығы үшін маңызды дейді. Егер Қытай мен Америка дұрыс болмаса, планетаға қауіптенеді деген тұр да. Яғни Америкаға әрі қайтадан жарасайық, қайтадан рақайласайық деп тұр, әрі бүкіл жер шарына апат тудырамыз деп тұр. Міне, сол мақала Вашингтон постта жарияланды. Көрдіңіздер ме? Мен мына жерде тағы бір азаматтарға айтамын. Иә, мен шабытым келгенде 2 сағат, 3 сағат лекция сөйлеймін. Міндет емес менің 2 сағат, 3 сағатымды тыңдау. Мен жиналған ақпараттар, көзқарастар, бәрін ашалап, тарихи, қазіргі бүгінгі саяси әңгімелерді айтып отырып, тарихи, бұрынғы өткен әңгімелерді айтып, мақсатым халыққа ақпарат жеткізу емес. Ақпарат 2-ның 1 жеткізеді. Сайтта ашады, оқиды да, ойбай 20 танк беріпті, ойбай 50 зымыран беріпті дейді. Түген жерді алыпты, түген әскер алыпты, түген қиратты дейді. Зеленский бүйтіп айтты, Путин бүйтіп айтты дейді. Ол боқтан оңай. Мәселе мен халықтың санасына ол ақпаратты жеткізу. Ақпарат бөлек, білім бөлек. Мен халыққа осыны ұғындырғым келеді. Ақпарат бөлек, білім бөлек. Ақпарат ол бөлек нәрсе. Бірақ білім бөлек нәрсе. Ақпарат деген не? Ақпарат мысалы Англияға жаңа премьер-министр келді, ол тегі индиялық екен. Фамилиясы Сунақ екен. Сөйтсем мына бізде қазақтарда Сунақ деген ру бар ғой, біздің ру екен деп жүрмесін. Ол албат үндістандық Сунақ. Енді бұл ақпарат. Бірақ білім деген не? Білім енді осыдан барып сен мынаны білуге тиіссің. Албаты Англиялық емес, албаты жат халық, нәсілі үндістандық қара халық. Англияда премьер-министр болыпты. Батыстық демократия. Анау өздерін ақсүйек аристократ сезінетін. Кезінде сол Үндістанды жаулап алған. Гандидің кезінде Ганди ымырасыздық күресін бастап, яғни бір оқ атпайды, ымырасыздық. Англияның құрған өкіметіне бармайды, Англияның тауарын алмайды. Сол күреспенен бүкіл Англия, Индияда қайтеді, жаулап алып тұрып, қолында қаруы бар жаулап алып тұрып, ең соңында Ганди менен ымыраға шақырады. Ганди Англияға барады. Англияға қарсы күресіп жүрген Гандиді Англия қол шапалақтап күтіп алады. Бұда не тұр? Өзіне қарсы күресіп, өзінен тәуелсіздік алам деп жүрген Гандиді Англия қызыл кілем жайып тұрып күтіп алады. Осыдан не білуге болады? Орыс өзінен тәуелсіздік алам деген бір елдің басшысын орыс сөйтіп күтіп алған тарихта бар ма? Бар ма тарихта? Жоқ. Неге?
Англияда, иә, жаулаушы болды, күн батпас империя болды, бірақ Англияда бәрібір бір батыстық өркениет тұрды. Ең соңында сол оқ атпай Англияның жаулап алғанына наразылық білдіріп, сол ымырасыздық күресіменен, яғни Англиямен ымырасыздық күресі арқылы бүкіл Англия тауарына бойкот, бүкіл киімін өздері тоққан, қолдан тоққан жаман маталар, жаман демейміз, өте жабайы деңгейдегі маталарды киінеді. Англияның жаңа тауарларымен бірде-бір осы замандық Англияның затын алмаймыз. Англия біздің елден шығып кетсін деп жүріп, Англия Индиядан шегінді. Енді осы тарих не? Бұл тарих, бұл білім. Индия сияқты елдің Англиядан бодандықтан құтылып бостандыққа қол жеткізуі бұл білім. Гандидің күресі туралы білу бұл білім. Сол Гандидің елінен Англияда оқып өскен, тура сөйлегенде сол Лондон акцентімен сөйлейтін, ағылшындардың, Англияның акценті, Американ English емес, British Englishпен сөйлейтін сол Сунақ премьер-министр болды. Бұл білім. Ал тегі индиялық Сунақ Англияның премьер-министр болды деген ол ақпарат. Білім мен ақпарат ұқсамайды. Әл-Фараби бабамыздың сөзі бар ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашырауы деген. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Лайк бассаңыз, шындан көңіліме бір келді.